Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жалпы дәулет бауырым, Рамазан айында исі мұсылманға ораза ұстау фарыз. Яғни мұсылман деп білген адам, және балиғатқа толған адам, және денсаулығы бар болған адамның барлығы ораза ұстауға міндетті. Енді ораза ұстауға бола ма, ораза ұстауға рұқсат етілетіндер кімдер десек, шариғат рұқсат берген адамдар бар, біршама адамдар. Олар кімдер? Бірінші, олар сапардағылар. Мысалға бір адам сапарға шығатын болса, сол сапар мерзімінде ораза ұстамауға рұқсат. Бірақ ұстаса абзалырақ деп керек кітаптарда. Ұстауы абзал, ұстамаса болады, бірақ не істейді ол адам? Сапардан қайтып келгеннен кейін сол қаза қылған күнден орасын өтейді. Біріншіден. Екінші, науқас адамдар деп келеді. Бірақ науқас адамдар деген кезде де көбісі дұрыс бұны біле бермейді. Сәл басы ауырып қалса, грипп болып қалса ұстауға болмайды деп ойлайды. Ол дұрыс емес. Асылында науқастық қандай болу керек? Науқастығы сондай бір қатты ауыру керек. Оның ораза ұстайтын болса, я жазылмайды ол адам, аурудан жазылмайды. Немесе жазылуы ұзақ кететін болса, сондай жағдайда ғана оны және дәрігер айтатын болса, саған ораза зиян береді, ораза ұстауыңа болмайды дейтін болса, және ол дәрігер мұсылман болатын болса, осы жағдайда ғана ораза ұстамаса болады. Ал ішім ауырып қалып еді, басым ауырып қалып еді деумен оразаны тәрк етуге болмайды. Үшінші жағдайы бар, ораза ұстамауға рұқсат беретін, ол бала емізіп жатқан әйел кісілер, одан бөлек жүкті болған әйел кісілер. Бұл кісілерге бірақ егер балама зиян келеді деп, немесе өзіме зиян келеді деп қорқатын болса, ондай жағдайда ораза ұстамайды да, бірақ қазасын өтеуге міндетті болады. Бұны да көп әйелдер, әпке қарындастарым білмейді. Көбісі ораза ұстамауға болады дегенді естіп алғанда ұстамайды да, кейін қазасы бар десең, ойбу қаншама қаза жібердік қой дейді. Сол үшін қолдан келсе әйел кісілерге, жүкті әйел болсын, немесе бала емізіп жатқан әйел болсын, ораза ұстағаны жақсы деп айтамыз. Енді тағы да үшінші ораза ұстауға болмайтын адамдардың қатарында Шейхул Фани деп келеді. Шейхул Фани дегеніміз үлкен жасқа келген қария кісіге. Егер бір қария кісі, үлкен ақсақал немесе әже апаларымыз сондай бір үлкен жасқа келетін болса, ораза ұстауға шамасы келмесе, онда оларға ораза ұстамай, оның орнына фидия төлеу деген бар. Бұл фидия төлеу дегеніміз әр күнге бір мискинді, бір пақырды тамақтандыру. Бұны да мөлшері муфтият бекіткен, Аллаху алам, 3520 теңге деп біледі екен. Биылға 3520 теңге деген сөз 30 күнге шаққан кезде бір 90-100 мың теңгенің айналасында. Яғни осылай арқылы ол ораза ұстамағанын фидия төлеу арқылы не істей алады? Жаба алады екен. Түсінікті? Бұл кімдерге қатысты? Бірақ үлкен қарттарға қатысты. Екіншіден, созылмалы ауру барларға қатысты. Созылмалы ауру деген не? Жазылмайды деп үкім берсе, сізді оразаңызды мәңгіге ұстай алмайсыз десе, жасы жас бұл, бірақ айтуым мүмкін, сізге мүлде ораза ұстауға болмайды десе, мүлде ораза ұстауға болмайды, әр жыл сайын фидия төлеуге міндеттеледі. Бірақ бір күні ауру тоқтап, енді сіз жазылдың ұстауға болады десе, онда ана төлегендердің қазасын өтеуге де міндеттеледі екен. Түсінікті ма? Сондықтан біз айтамыз, оразаны кез келген мұсылманға, балиғатқа толған болса, бұның оразаны фарыз екендігін білсе, барлық мұсылманға ораза ұстау фарыз. Алла тағала иншалла Рамазанда оразамызды ұстауға жеңілдік берсін, аяғына дейін қаза ұстауға нәсіп қылсын иншалла.